Ya құрметті көрермен, бүгінгі ойындағы қызықты сәттер дәл қазір назарларыңызда. Есеп 0 болып аяқталды. Алғашқы айналымда бізде Намат бірнеше соққылар жасаған болатын. Ал бұл ойындағы алғашқы шайба Николай Колесников сол жақ қапталдан тамаша соққы жасады. Ершов бұл жерде шайбаға тосқауыл бола алмай қалды. Нәтижесінде бірінші кезеңде бір шайба кірді, одан кейін екінші кезеңде бірнеше шабуылдар жүзеге асты. Сан басымдығы, бірақ бұл жағдайдың барлығын қосқанда да қылана ал. Нәтижесінде екінші кезеңде 1-0 есебімен аяқталды. Ал кезеңде жігіттер өз қақпаларына шайба жіберіп алған айта кетейік. Ақтөбеліктер үшін бірнеше мүмкіндіктер болды шайбаны соғатын. Және екінші кезеңде біз Ершовтың да өте кереметті ойнағанын айту қажет. Біз бірнеше сейфті бірнеше шайбаны қиын болсын шығара. Бұл кезеңде өте жақсы ойын өрнегі өткен болатын. Тіпті екінші кезең аяқталар тұста қақпа маңында қарбалас. Тағы да Ершовтың қырағылығы, бірақ үшінші кезеңде Ақтөбе қақпасы шаршап қалды ма әлде? Наматтың да біз шабуылды одан әрі күшейтіп жібергенде айту қажетпіз. Нәтижесінде Кирилл Никитин есепті 2-0-ге жеткізген болатын. Одан соң тағы бір шабуылдар легінің арқасында Намат бүгінгі ойындағы шайбаны соқты. Кирилл Ляпунов есеп 3-0-ге жеткізген болатын. Міне дәл қазір Ляпуновтың соққысы және соңғы шайбаны Артур Гросс соқты. Осылайша бұл ойында Ақтөбе қанша жасағанымен Намат қақпасына бірде-бір шайба соға алмады. Ал бұл Гросстың ойындағы соңғы шайбаны соққан сәтті. Осылайша 4-0 есебі тіркелді. Бүгінгі матчта Намат Ақтөбені өз мұз айдында көрерменнің көзінше жеңіп кезекті 2 ұпайды еншіледі. Ертең бұл қос команда тағы да кезекті тур ойын өткізетін болады. Олай болса Ақтөбеліктер ертеңгі ойынға Наматқа жақсы бір сый жасап қойды деп үміттенеміз. Назарларыңызда бүгінгі ойындағы статистикалық мәліметтер. Барлық жағдаяттар бойынша Наматтың бір басқа жоғары болғанын көріп тұрмыз. Олай болса, құрметті көрермен, сіздермен бүгінгі матчта комментаторлық қызмет атқарған менің әріптесім Владимир Соколов және мен Абылайхан Палмағанбет. Прохоккей лигасының 11-ші тур аясында жергілікті Ақтөбе командасы Ақтөбе арена мұз айдынында астаналық Наматпен өткен ойында 4-0 есебімен жеңіліп қалды. Бізбен бірге осы бір матчты тамашалағандарыңызды сіздермен 19:00-де дәл осы Прохоккей лигасының 12-ші тур аясында боламыз. Ал Ақтөбедегі хоккей сүйер қауым ертең Ақтөбе арена мұз айдында сіздерді күтеміз. Қош, сау болыңыздар.